Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымызда бастауға рұқсат етіңдер. Көрініп тұр ма? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы мәңгілік ел біздің күш қуатымыз. Мемлекетіміздің әнұраны басталады. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты оқушыларды отанымызды сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, баулай отырып туған жеріне деген сүйіспеншілігін ояту, елін, жерін, тілін, тарихын құрметтейтін, жаны таза, адамгершілігі мол, азаматты қалыптастыру, желтоқсан оқиғасын негізге ала отырып, патриоттық тәрбие беру. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың түрі жалпы онлайн дөңгелек стол ретінде өз пікірімізді білдіру. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегімде таныстым мың тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Қайран қазақ елі. Жас ұрпаққа айталмаған, жеткізе алмаған, жан дүниеңді дір еткізетін сырға, мұңға толы тарихи парақтары қаншама әлі. Оған куә мына жатқан кең сардала, заңғар таулар, өзен көлдер, құм шөлдер, тарихи ескерткіштер, мазарлар, ежелгі қалалардың орны. Ғасырлар бойы ата-бабамыздың қаны тамған топырақ иісі мүңкіп тұр. Қай халық қандай ұлт болмасын, өз еркіндігін аңсайды. Әр ел өзінің егемен тәуелсіз болуын армандайды. Халқымыздың жылдар бойы аңсаған ізгі армандары жүзеге асқан кезеңде тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Бүгінгі тәуелсіздік күніне орай өткізгелі отырған тәрбие сағатына қош келдіңіздер. Тәуелсіздігіміз баянды болсын ағайын. Міне тәуелсіздігімізді тау етіп, егемендігімізді ту етіп желбіреткелі 29 жыл болыпты. Осы азғандай уақыттың ішінде елімізді танытып, еңсемізді көтерген қаншама ұлы оқиғалар болды. Мемлекетіміздің тәуелсіздік алғалы жеткен жетістіктері ғасырға пара-пар. Осы өткен өмір жолдарымызға қарасақ, әр жылдың өз шежіресі, сыры, тарихы, қасиеті бар. Азаттық, теңдік, тәуелсіздік. Осы үш ұғымның салтанат құруы үшін кімдер бас тікпеді, кімдер құрбан болмады. Тәуелсіздіктің шежіресіне көз тоқтатып қарайықшы. Сонау да бір дүбірлі батырлар заманынан бері ел мен жер үшін қаншама қан төгілді, қаншама адам құрбан болды. Абылай заманы, батырлар заманы,
найзаның ұшымен, қылыштың жүзімен, қасық қаны қалғанша ел мен жер үшін айқасқан бабалар аманатын жалғастыратын боздақтар қаншама. Ақтаңдақ жылдардағы қазақпен қабырғасы қайысқан қайраткерлер де тәуелсіздігімізге жеткізер ұлы жолдағы құрбандар еді. Қашанда өршіл, намысқой, ер жүрек, қасиетті биік ұстайтын қазақ халқы Ұлы Отан соғысы жылдарында да аянбай шайқасқан. Енді әр жылдарға көз жүгіртіп, еске түсіріп қарайық. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет деп жарияланды. 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1991 жылы Әубәкір Тоқтар Оңғарбайұлы қазақтың тұңғыш ғарышкері Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. Ал 1992 жылға көз жүгіртетін болсақ, 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. 1992 жылы 29 қыркүйек 3 қазан аралығында дүниежүзілік қазақтар құрылтайы Алматыда өткізілді. 92 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. 1992 жылы қаңтарда мемлекеттің тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында еліміздің 1993 жылы қаңтардың 28-де Қазақстан Республикасы тұңғыш конституциясы қабылданды. Елбасының бастамашылдығымен 1993 жылғы мамыр айында жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта күні деп аталып, алғашқы Қазақстан Республикасының теңгесі айналымға түсті. 1993 жылы Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев болашақ бағдарламасын тағайындады. 1994 жылға тоқталатын болсақ, 1994 жылы 5 желтоқсанда Будапештте Ұлыбритания, Ресей және Америка құрама штаттарының басшылары Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы меморандумға қол қойды. 1994 жылы наурызда Мәскеуде президент Назарбаев Европалық одақты құру жөнінде мәселе көтерді. Талғат Мұсабаев Союз ТМ-6 ғарыш кемесімен көкке самғады. 1994 жылы Қазақстан Республикасының парламенті стратегиялық маңызды мұнай туралы заң жобасын қабылдады. 1995 жылға келетін болсақ, ЮНЕСКО шешімі бойынша ақыл ойдың данышпаны, қазақ халқының дана ақыны Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойы атап өтілді. 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан халықтары ассамблеясын құру туралы жарлығы шықты. 1995 жылы 30 тамызда еліміздің ата заңы жаңа конституция қабылданды. 1996 жылы ұлы ақын импровизатор Жамбыл Жабаевтың жылы деп аталды. 1996 жылы 9 желтоқсанда желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілді. Алматыдағы республика алаңында Қазақстан тәуелсіздігінің 5 жыл толуына байланысты 16 желтоқсанда тәуелсіздік монументі ашылды. 1996 жылы 30 қыркүйекте Қазақстан ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу шартына қосылды. 97 жылы ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы және қуғын-сүргіндерді еске алу жылы деп аталды. 1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола қаласы Астана болып жарияланды. 1997 жылы 20 маусым Қазақстан Республикасында зейнетақымызды қамтамасыз ету туралы заң қабылданды. Көші-қон және демография агенттігі құрылды. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданды. Тағы сол сияқты білім заңы қабылданды.
1998 жылы халық бірлігі мен ұлттық тарихи жыл болып аталды. 1998 жылы 6 шілдеде 21 ғасырға бағытталған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында мәңгілік достастық пен одақтастық туралы декларацияға қол қойылды. 1998 жылы 1 маусымында Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әуе қорғанысы күштері құрылды. 10 маусымда тұңғыш рет Жаңа Астананың ресми тұсаукесері болды. 1999 жылы ұрпақтар бірлігі мен жалғастығы жылы деп аталды. 1999 жылы 10 қаңтарда бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті лауазымына қайта сайланды. Осы 1999 жылы Астана қаласы ЮНЕСКО-ның әлем қаласы сыйлығымен марапатталды. 1999 жылы Рим папасы Астанаға келді. 2000 жылы мәдениет, бейбітшілік және алғыс жылы болып аталды. 26-28 сәуірде Алматы қаласында Евразия 2000 атты халықаралық экономикалық саммитінің өткізілуі болды. Шежірелі Түркістанға 1000 жыл толды. Қазақстан Республикасы президенттік мәдениет орталығы құрылды. 29 маусымда Семей ядролық сынақ полигоны біржола жабылды. 1 қыркүйекте Қазақстан Республикасының тәуелсіз сот жүйесін күшейту жөнінде президент жарлығы қабылданды. 2001 жыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі жылы деп аталды. Тәуелсіз Қазақстанға 10 жыл. Қазақстандағы Ресей жолы. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Астана төрінен Атамекен Қазақстан картасы этнографиялық мемориалды кешені деп аталатын мәдени орын ашылды. 2001 жылы Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңы қабылданды. 2002 жылы денсаулық жылы деп аталды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Евразиялық мемлекетаралық кеңесінің төрағасы лауазымына сайланды. Астана Бәйтерек монументі салынды. 2002 жылы Алматы Дабыс аясындағы Евразиялық экономикалық саммит өткізілді. Түркістан қаласында қазақтардың 2-ші дүниежүзілік құрылтайы болып өтті. 2003 жылға көз жүгіртсек, 2003 пен 2005 жылдар аралығын ауыл жылы деп атады. Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі болды. Қазақстан Республикасының жер кодексі қабылданды. 2004 жылы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы қаулыға қол қойылды. Астанада Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің ақ үйі салынды. 2005 жыл Қазақстан мен Ресей арасында тарихи қадам Қазақстан-Ресей шекарасы туралы заңы бекітілді. 2005 жылы Ресейде Абай жылы аталып өтті. 9 мамырда Ұлы Отан соғысы жеңісінің 60 жылдығы аталып өтті. 2006 жылы желтоқсанға 20 жыл толды. Тәуелсіздігімізге 15 жыл толды. 2006 жылы өткен президент сайлауы нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаевтың президентке қайта оралуымен басталды. Қаңтар айында менің Қазақстан әнімен әнұран алмастырылды. Пирамида үлгісіндегі бейбітшілік және келісім сарайы. Қыркүйек айында әлем діндерінің 2-ші съезі өтті. Академик Ахмет Жұбановтың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілді. 15 қарашада теңгеміз жаңа басылыммен қайта шықты. 2007 жыл қазақ тілі жылы болып аталды. 2008 пен 2010 жылдарында арналған Жасыл ел бағдарламасы бекітілді. Ауғанстандағы соғыста шейіт болған интернационал жауынгерлерге арналған қақ жарылған құлпытас атты ескерткіш орнатылды. Қазақстан Республикасының ғылыми дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Қобыланды батыр кешені салынды. 2008 жыл Украинаның Қазақстандағы жылы деп аталды.
Қазақ елі монументі салынды. Жас отан жастар қанатының бірінші съезі болып өтті. 2008 жылы қаңтар айында оралмандардың көшіп келу квотасы туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы шықты. 2008 жылы заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың негізінде жаңа мейрам 6 шілде Астана күні деп аталды. 2008 жылы тамыз айында Қазақстан Республикасы тұрғын үй бағдарламасы қабылданды. 2008 жылы қазан айында Қазақстан азаматтарына патриоттық тәрбие беру бағдарламасы қабылданды. 2009 жыл халық санағы болды. 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында еліміздегі тұрғындар арасында екінші халық санағы өтті. 19 мамырда Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 224 бұйрығымен болашақ халықаралық стипендиясы тағайындалды. 1 шілдеде әлемдік және дәстүрлі лидерлерінің 3-ші съезі өтті. Тағы сол сияқты 2010 жылға көз жүгіртсек, Астана қаласында мемлекет тарихында тұңғыш рет Орта Азия елдерінің басшыларының қатысуымен саммит өтті. Елімізде халық денсаулығы ісіне денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске сәйкес бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі енгізілді. Қазақ халқының біртуар ұлы, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, жауынгер жазушы, даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлының туғанына 100 жыл толды. 2011 жыл. 2011 жылдың тағы бір ерекшелігі, осы жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы атағы берілді. 14 желтоқсан күні парламент сенатының салтанатты жиынында президентке Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған төсбелгі табыс етілді. 3 сәуірде кезектен тыс президенттік сайлау, халық қалауы елбасы Назарбаев болды. Алматы қаласындағы метроның ашылуы болды. Дін туралы жаңа заң қабылданды. 7-ші қысқы Азияда олимпиадасы болып өтті. 2012 жыл. 2012 жылы Қазақстан үшін спорт саласында үлкен жетістіктерге толы болды. Лондон олимпиадасында Қазақстан құрамасы 7 алтын алып, жалпы командалық есепте 12-ші орынға ие болды. Ислам конференциясы ұйымына төрағалық болды. Жылдың ең маңызды саяси оқиғасы Қазақстан 2050 стратегиясы қарастырылды. 15 қаңтар күні өткен кезектен тыс парламент сайлауы нәтижесінде еліміздің заң шығарушы органы көп партиялы атанды. 2013 жыл. 2013 жыл әділет және руханият партиялары бірігіп, жаңа бір саяси партия құрды, және оның аты бірлік болып аталды. 2013 жылы Экспо 2017 өткізу құқығын алды. 2014 жыл ұлттық мұражай ашылды. 2014 жылдың ең негізгі саяси оқиғасы атанған Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауында болды. 2015 жыл кезектен тыс президент сайлауы болды. Қазақстан халқы ассамблеясының жылы деп аталды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшты. Қазақ хандығына 550 жыл толды. 9 мамырда Ұлы Отан соғысы жеңісінің 70 жылдығы атап өтілді. 2016 жыл тәуелсіздікке 25 жыл толды. Қостанайға 80 жыл, Ыбырай Алтынсаринге 175 жыл. Қазақстандықтар барлығы 17 медаль, 3 алтын, 5 күміс, 9 қола алып, ел спорты тарихында жүлделер саны жөнінен рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Қазақстаным, тәуелсіз Қазақстаным, қырандай самғап, қияға түлеп ұшқаным, Қазақстаным, мекенім сенсің мәңгілік, жырлаймын жүректен бүгінде ән қылып. Қазақстаным, гүлденген Қазақстаным, көк байрақ қолымда биік ұстадым, бар ұлыстың көрдім ғой бақыт тапқанын, асыға күтіп, келер күн ақтаңын. Желтоқсан оқиғасы бойынша өз ойларыңды ортаға салсаңдар. Тәрбие сағатымызды қорытындыламай тұрып, бағанадан бері 1986 жылдан бері қарай әр жылға тоқталып өттік. Енді осы жылдар бойынша өздерің қандай тағы да қалып қалған жерлер болса, қосымша алып қосарларың бар ма?
Балалар. Тағы да не айтылмай қалды? Неге үндемейміз? Барлық жылдарды еске түсіріп шықтық, иә? Бүгінде Қазақстан көк байрағы көкке желбіреген, қазына байлығын пайдалана білген, ұрпақтарына ұлттық тәлім тәрбие берген егемен ел болдық, иә? Осы аз уақыт ішінде қандай тағы да оқиғаларды білеміз? Желтоқсан оқиғасына айтарларың бар ма? 1986 жылдың 16 желтоқсанында. Міне алдымызда желтоқсан, 16 желтоқсан тәуелсіздігіміздің алуға себепші болған жылдарымыз, иә? Қане. Бәйтерек ғимараты қай жылы ашылды? Жарайды ендеше. Кең пейілді қазақ халқының дархан даласын жайлаған барша ұлт өкілдері қазақ жерін отаным деп атайды, иә? Сендер де өз жерлеріңді, өз отандарыңды қастерлейсіңдер, қадірлейсіңдер, иә? Жоқ олай емес па? Өз ойларыңды айтсаңдаршы, Досан, отаныңа деген сүйіспеншілігің қандай? Еліміздің барлық жерінде қазақтардан басқа орыстар, ұйғырлар, өзбектер, корейлер, татарлар, украиндер, чешендер, тұңғандар және басқа да тағы көптеген ұлттардың адамдары тату-тәтті өмір сүріп, еңбек етуде, иә? Бірақ олар өз отандарын, өз ұлттарын сыйлайды, қастерлейді, иә? Толик айтам дейді ғой, Анатолий айтсын. Я ойларыңды айтыңдар. Сол көп ұлтты халқымыз мысалға өздерінің нәсіліне қарамастан теңдей білім алып жатыр, иә? Теңдей білім алып, Қазақстан Республикасының ата заңы негізінде өздерінің отанына айналған қазақ еліне барынша қызмет етіп, беделін ұстап, сол Қазақстанға деген өздерінің сыйластықтарын білдіріп келе жатыр, иә? Барлық халықтар неге бағынады? Ата заңымызға, иә? Конституцияға бағынады. Заң дегеніміз не ол? Тәртіп сақтау үшін. Иә, заң дегеніміз ереже, иә? Тәртіп. Ережені бұлжытпай орындау керек. Бүгінгі тәрбие сағатына байланысты қандай ой түйдіңдер? Бір ауыз тілектеріңді, немесе болашақтағы енді заманымызға байланысты қандай ойларың бар айтып кетіңдер?
тарихты ұмытпау керек. Ya tarixti Тарихта unutmау керек. мән мағына жатыр. Тарихтың өзі оңай құрылмаған. Мгм. Бізге дейін көп еңбек етілген, чтоб әр қазақ ұрпағым үшін деп деген ғой Ya. бәрі. Ендеше бүгінгі тәрбие сағатымызды қорытындылай келе, мен Жұман Молдағалиевтің мына сөзімен аяқтағым келгелі отыр. Өткеніңді еске алсаң, өскеніңнің белгісі, өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі деген екен. Бүгінде Қазақстан көк байрағы көкке желбіреген, қазына байлығын пайдалана білген, ұрпақтарына ұлттық тәлім тәрбие берген егемен ел. Тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға соншалықты қажыр қайрат керек деп, біз бүгінгі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған мәңгілік ел, біздің күш қуатымыз атты іс-шарамызды аяқтаймыз. Сау болыңдар балалар.